Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Біраздан бері видео салмай кеттім. Бүгін енді шақыруға календарь жасап үйрететін боламыз сіздерге. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар, және де менің инстаграмыма тіркеліп алыңыздар. Осы жерге аккаунтымды қалдырып кетем, и описаниеда ссылка қалдырып кетем тоже. Тіркеліп алыңыздар. Енді бізге студио деген приложение керек болады. Осы приложение мінекей жүктеп алыңыздар. Аты студио. Ішіне кіреміз. Бұл іші ағылшынша, қорықпаңыздар, қиын емес. Одан кейін плюсты басасыздар да кіресіздер. Және де мына жерде транспарент деп тұр, мінекей үшінші. Соған кіреміз. Бұл бізде клетка осылай шығады. Бұл дегеніміз прозрачный фон деген сөзді білдіреді. То есть қазір бұл жерге текст жазған кезде артында ешқандай фоны қалмай қалады, прозрачный болып тұрады. И соны спокойно біз өзіміздің жұмысымызға пайдалана беретін боламыз. Галочканы басамыз. Одан кейін міндетті түрде не ашып аламыз? Календарімізді, мысалы, қыркүйекке жасайық, біз календарьды өйстіп ашып аламыз, қарап отырамыз. Енді А деген текстке кіреміз, неке текст тұр, екінші А деп соған кіреміз. Одан кейін жаңағы жазамыз, күндерді. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. По-моему, осылай. Интернетте жаңа ашып алған болатынмын. Соны қарап шығамыз, тексеріп шығамыз. Сенбі, сыны екен. Сыны. Енді шрифт таңдаймыз. Мен бұл шрифт таңдамаймын. Мен кәдімгі қазір осындай, осы шрифт таңдаймын. Галочканы басамыз. Енді не істейміз? Енді бүйтіп қолымызбен кішірейтеміз. Өйстіп қоямыз, мінекей. Дүйсенбі, дұрыс қарап аламыз ғой. Дүйсенбі, сейсенбі, сыры, бысы, жымы, сыны, жықы деп тұр, мінекей. Все. Дайын, тағы да үстінен басамыз бұның. Галочканы қоямыз, үстінен басамыз. Текстін енді астына жазамыз. Так, бізде қалай жүреді? Бізде бірі некен? Жексенбі екен, сондықтан 2-ден бастаймыз, 02 деп. Потому что 01-ді потом қоя саламыз ана жерге. 02 дейміз, 03 дейміз, 04, 05, 06, 07, 08. Все, галочка. Кішкене кеме қалды біздікі, енді қайтып кіреміз да, өйстіп қарап отырамыз. 2 пробелдан жібереміз сандардың арасына. Жаңа бір пробел жіберіп едік қой, олымыз кішкене болып қалды, сондықтан 2 пробел жібереміз. Одан кейін цифраларды асты қарай кішкене тағы түсіреміз. Мінекей енді кішкене келіп қалды. Так, тағы бір пробел жібереміз, 3 пробелден. Өйстіп каждый раз тексеріп отырасыздар. Одан кейін қайтып астыға түсесіздер. Енді арғарды тура осылай жалғастыра бересіздер. 09, 10, 11, 12, 13, бүйте салайық, 14, 15. Сосын барып бүйте саламыз. Все. Тағы да интер деп түсіреміз. Арасына тағы пробелдер қоямыз. Так, қайсысына қойылмай қалды? 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыс қой. Что-то кішкентай болып тұр. Мынаның арасына қойылмай қалды, деме? Так. Все, дұрыс болды. Осылай барлығын жазып шығасыздар. Одан кейін 02-ні асты қарай түсіреміз тағы да. Өткен 01-ді қой көріппіз ғой. Тағы да бірлет түсіреміз. И 01-ді қоямыз. Галочка. Осы жерде 01 деп жазасыздар да. 01-дің өзін осылай қойып қоясыздар. Все, дайын болды.
түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қаратай өздеріңіз жаза саласыздар, көрсетпей ақ қояйын ары қаратай. Осылай жазып болғаннан кейін галочканы басасыздар да, мына төбесінде оң жақ бұрышында тұрған галочканы басасыздар. Одан кейін сейв дегенді басасыз, сақтап аласыз. И галереяңызда тұрады. Неке галереяда өйстіп ашқан кезде, үстін басқан кезде қап-қара болып қалады. Қорықпаңыздар, өйткені артында фоны жоқ, оның ақ фон жоқ. Мына жерде бүйтіп үстін басса аппақ болып көрсетеді, бірақ оның артында ақ фон жоқ. И сіздер CapCut'қа кірген кезде спокойно пайдалана бересіздер оны. Удалить фон, анау мынау дегенді баспай, мысалы мынаған кірдік, и осы жерге сіз мінекей наложениені таңдайсыз, добавить наложение дейсіз да, фотоға кіресіз да, өзіңіздің календарь жасап алған таңдайсыз. Мінекей все уже, артында фон жоқ, көрдіңіздер ма, прозрачный, ештемесі жоқ. Удалить анау мынау демейсіздер, и өйстіп өзіңіздің календаріңізді қойып қоясыздар. Мінекей календаріміз дайын. Сау болыңыздар. Видео ұнады деп ойлаймын. Егер ұнап жатса, пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.